Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қалдарыңызда Айнұр Артықбайқызы. Бүгінгі тақырып өздеріңіз қарағандай намазды сағынып жүрмін. Не үшін? Себебі әйел адамдар айына бір рет қонақтар келеді, айлық қонақтар, иә. Енді менің каналымда әйелдер адамдар қарайды. Барлық мәміле мені тек қана әйел адамдарға арналған. Сондықтан осының бір даже сол айлық қонақтың да бір құндылығын айтып кетейін сіздерге. Не үшін? Себебі біз мынау ай сайын өзімізге хайыз келген кезінде, иә, былайша жақшаның ішінде салатын болсақ, етек кір келген кезінде біз кәдімгідей біреулердікі 10 күн, біреулердікі даже 2 аптаға кетіп қалады, иә. Біреулердікі 7 күн, 8 күн ары кететін негізінде бізде исламда 10 күн. 10 күннің ішінде полный тазаланып болғаннан кейін ғұсылыңызды алып, намазыңызды оқи бересіз. Айтпақшы, ғұсыл деген полный жуынасыз, иненің тесігіндей құрғы жер қамау керек. Полный шашын ұшына дейін, түбіне дейін барлық жер ғұсылданып жуыну керек. Бірінші әурет жерлер жуып аласыз, әдемелеп сабындап, одан кейін барып саусақтың арасы, құлақтың іші, мұрынның іші, тамаққа дейін су алып барып, сөйтіп содан кейін барып полный бір жуынып аласыз. Ниеттенесіз, ғұсылға ниет еттім. Ғұсылға ниет еттім деп ваннаға кірмей жатып ниет етесіз. Түсіндіңіз ғой? Сөйтіп барып ғұсыл аласыз. Бұл ғұсылында маған көптеген сұрақтар келіп жатады. Ал егерде сіздерде условия жоқ болса, таяммум алуға болады. Егерде күн суық, су мұздай болатын болса, алатын вообще условия жоқ, жылы су алатын жер жоқ болса, ондайға шариғат рұқсат берген. Су жоқ жерде таяммум алуға рұқсат берген. Яғни топыраққа дәрет аламыз. Одан кейін, мысалға, сіз жұмыста болып тұрасыз, сол кезінде қолың істемей жатыр, дәрет алатын, о жерде условия жоқ, мысалға, су мұздай. Бірақ намазыңызды оқу керек, намаз қаза қылмау керек. Сол кезде не істейміз? Үлгере алмай, тақалып бара жатса, таяммумды аламыз топыраққа, яғни дуалдың жоғары жағына таза жерге қолымызды бір сүртіп алып, таяммум видеосы да бар, ниет еттім, таяммум алуға ниет еттім деп, жаңағы дәретіңізді алып аласыз да, сөйтіп үлгере алмай тақалып бара жатса, келесі намаздың уақыты шығып кетейін жатыр, не істейміз? Парызын ғана оқып үлгерсеңіз болады. Но это не желательно постоянно. Себебі ертең адам қайтыс болғаннан кейін біз неден сұраламыз? Бірінші біздің парыз амалдарымыз тексереді. Намазда ең бірінші біздің намаздан сұраламыз, сондықтан намазға бекем болу керек. Одан кейін барып, бірінші парыздарын тексеріп алады. Одан кейін сүннеттерін тексереді. Яғни, мысалы, бамдатта 2 ракат фарыз, 2 ракат сүннет қой. Бірінші парызын тексереді, кейін полный сүннеттерін тексеріңдер деп Аллах Тағала періштелерге сондай бұйрық береді екен. Одан кейін енді намазда бізде кем-кетіктер болады ғой, обязательно мүмкін емес, прям періштедей оқу бізге ол қайдан ол. Бірақ біз бар білгенше стараться етіп, үйреніп оқуға тырысамыз, иә? Бірде Умар ибн Ар-Хаттаб бір сахабаның алдына келіп Құран оқытып жатыр екен, жаңа сахаба. Сөйтіп ол үнемі Умар ибн Ар-Хаттабтың қылышы болған екен, үлкен. Сөйтіп жаңағы қылышын бүйтіп шығарып жатыр екен Құран оқып жатқан кезінде. Сөйтіп бір кезде қайтадан салып қойған екен, өзінің ыдыстары болады ғой, неме дейтін еді. Сөйтіп жаңағы сахаба кейін сұраған екен, не үшін өйттіңіз десе, егер де Құранды қатесіз оқығанда басын шауып тастайтын едім деген да. Сондықтан қателеспейтін адам жоқ. Намазды бастаған кезінде біз бәріміз қателесеміз, шатасамыз, ұмытып кетеміз, ұйықтап қаламыз, бірақ сонда да сол намазды жармасыңыздар. Үзілмеңіздер сол намазға. Өйткені бір қалыпқа кейін түсесіздер. Баста менде де сондай болған. Кейін мен қараңыздар, үйде мен мысалы молданың қызымын. Менің әкем кішкентай кезімде 9 жас кезімде қайтыс болып кеткен. Мен сол кісінің Құран оқып отырған, намаз оқып отырған, араб тілін жазып отырған, бізге кішкентай кезде алфавит үйреткен. Алиф, ба, та, са, сол есімде қалып кеткен алфавит. И жазуларын бүйтіп жазсам, мен есіме түседі. Бірақ мен әлі сол араб тілін оқыған жоқпын. Құдай қаласа ниет бар, осы жазға таман Алла бұйырса, мен барып оқимын деген, Құдай қаласа. Барып ұстаздың өзінен сабақ алам деген. Өйткені маған онлайн түрде жаңа қыздар бар үйретіп жатқан, бірақтан қараңыздар, мен қолым босамайды. Оны и жаңа өзімнің ұстаз, менде андай болу керек та. Ұстаздың таяғымен, Арман Қуанышевтің бір сөзі бар да. Құранды үйрену үшін, ұстаздың таяғы болу керек дейді да. Үнемі соған уақыт бөліп тұру керек.
ұстаздың уақыты менен таяғы болу керек. Сен мынанша үйреніп келесің, мынанша оқып келесің, күнге барып тұрасың соған деген сияқты. И сол нәрсені мен сол нәрсені қалап жүрмін негізі жүрекпен. Құдай қаласа соған жетермін, Алла бұйыртса. Кейін полный Құранды үйреніп жатсам, Алла бұйыртса, сіздерге уже үйретемін мен Құранға қалай түсу керек екенін, Құдай қаласа ол обязательно. Өзім бірінші түсіп алайын. Содан кейін сол сияқты бәріміз шатасамыз біз. Мен де баста өзі шатасқанмын. Одан кейін барып, міне 10 жылдан асып кетті ма намаз уақыты. Қазір мысалы альхамдулилля бір қалыпқа түстім. Намаз уақытылы, қаза болмайды, альхамдулилля. Сүннет парызымен, көшеде жүрсең де намаз оқылады. Қаза қылу деген ойбай біз үшін катастрофа, соғыс. Намазын постоянно оқып жүрген адам, уақытылы оқып жүрген адам, ол иманнан. Біліп қойыңыздар. Сол үшін қай жерде болсаңыздар да біз Алланың жерінде жүрміз ғой. Сондықтан вы можете, сіз оқи аласыз ол намазды. Қай жерде жүрсеңіз де, қай жерде жұмыс жасап жатсаңыз да сіз оқи аласыз. Не үшін? Қай жер, не жұмыс болмаса да сіз қаяқта жүрсіз? Алланың жерінде жүрсіз. Сіз намаз оқи аласыз. Аллах тағала сіз намаз оқи алатын болғаннан кейін берген соны 5 уақыт намазды. Баста 50 намаз болған, одан 5-ке түскен, бірақ 50 намазын сауып қалып кеткен. Көрдіңіздер ме? Аллах тағаланың өте ар-рахман дейді, Аллах тағаланың мейірімді, ар-рахим, Аллах тағаланың мейірімі шексіз дейді. Енді маған білесіздер ме, сұрақтар көп қойылып жүр ғой, соларға мен ойыма Аллах тағала салып жатыр, мен соларға жауап беріп кетіп жатырмын. Байқасаңыздар, осы Айнұр Артықбайқызы әңгіменің бәрін қаяқтан алады десеңіздер, Аллах тағала ой береді. Алланың қалауымен міне сөйлеп жатырмын, сіздерге жауап беріп жатырмын. Енді намазды сағыну жайында. Осы айлық қонақ келген кезінде, хайыз келген кезінде біз намаз оқымаймыз, е? Мысалға, дұға намаздарында, қосымша нәпіл намаздарында, адамның иманы күшейген кезде 5 уақыттан бөлек ол обязательно нәпіл намаз қосады. Біздің жағдайда, біздің 21 ғасырда, сіз иманыңызға 5 уақыт намазыңызда нәпіл намаз, қосымша нәпіл ораза, нәпіл намаз, қосымша сондай нәрсе қоспасаңыз, мына біздің дүниеде, дәл қазір өмір сүріп жатқан дүниеде, иманды бірден күшейту ол өте қиын. Өйткені күнә, барлық жерде күнә толған. Баяғыда емес, қазір қолымызда интернет бар, телефон бар. Ұятсыз нәрсе бәрі тұр, ойын, қарыз, кредит, жаңағы процент. Енді кредитен мойында, менде де бар кредит. Барлығымызда бар. Бірақ процентке жоламаңыздар. Кредитмен мойында андай дұрыс алыңыздар деп жатқан жоқпын. Дұрыс емес. Иә. Бірақ біздің осы өмірде иногда приходится. Өйткені айлық көп емес бізде. 40, 50, 60 мың неге жетеді ол мысалға? 70 мың айлықтың өзі бір барып, даже 70 мың продуктыға бір айға жететін продукты аламайсың. Қазір көңіл сұлығаң бар деген сияқты. Өзі осы өмірдің негізінде көз тура қарайық деп жатқаным ғой. Содан кейін бізде мысалға қосымша бірдеңе істейін десең, бір зат алайын десең, ақша жоқ. Барасың, сосын заттай аласың. Сөйтіп соны төлейсің. Зато зат үйінде тұр, жаңағындай каспи емес, қазір рассрочка дейді ғой. Сондай-ақ төлеп отырасың. Бірақ оны егер кешіксең, ол да уже көбейіп кетеді. Сол үшін кешіктірмей төлеуге тырысамыз енді. Бәрімізде де бар ол нәрсе. Енді қателеспейтін адам жоқ, бәріміз қателесеміз. Адамның иманы күшейген кезінде осындай қосымша нәпіл, қосымша нәрселер қосады екен. И дәл қазір мен өзім намазды қатты сағынып жүрмін. Я без намаза никто. И ничто екенмін. Білесіздер ме? Мені осы намаз ғой, намазы мені осы дәрежеге жеткізіп тұрған Алланың қалауымен намаз. Намаздың дәрежесін, хикметін, ләззатын, сондай бір ұлы екенін түсіну үшін Аллах тағала бізге осы айны бір рет келетін әйелдер бізде негізі күнә көп қой бізде. Мысалы, орамалсыз жүреміз, көшеге барып келе саламыз, бояна саламыз, мысалға, намаз оқымай қоя саламыз, әдемі киім шыға саламыз, елдің бәрі қарайды бізге. Тағы не бар, өсек айтып қоямыз байқамай. Бірақ байқамай емес, мына жақта періштелер оны байқап отыр, жазып отыр барлығы. Соны
айына бір рет айлық қонақ келген кезде біз намазды аңсайды екенбіз. Намазбен адам сол нәрсенің бәрінен тыйылады, білесіз ба? Бірақ қазір мен Құдай ұстасын, қазір мысалға намаз, мысалы қазір оқып жүрген жоқпын ғой, енді мен Құдай қаласа уже Алла бұйыртса 1-2 күнде оқимын. Сол Айнұр Артықбайқызы жаңағы өсек айтып жүр екен демеңіздер, ондай емес мәселе. Просто намаз адамды сол нәрсенің барлығын тазарып, мысалы адам болатын болса, қап-қара точкалар болса, сол намаз сур болады, сол жердің барлығын ше, дағыңыздың бәрін сур болады екен. И одан кейін қаласыз. И қазір мен намазды кәдімгідей аңсап, сағынып жүрмін ше. Мен без намаза никто екен. Мен таңым бекерден бекер атып отқан сияқты. Сондай сезімде жүрем да. Айлық қонақ келген сайын. И сағынам кәдімгідей. Түнде тұрып намаз оқуды, 5 уақыт намазға, әр намазға жүгіруді, дәретімді алып дайын тұруды, қаза қылып өткізіп алмауны, ответственность, намазға деген ответственностьтің өзі, это я. Ол мен да. Не үшін? Өйткені Аллах Тағала сол нәрсені құйып қойды маған. Аллах құйып қойды маған нәрсе, сол нәрсені барлығын. Микрофонға видео кезінде қарай беретін, өшіп қалмасын деймін да. Кейде байқамай, алдыңғы видеоларда байқамай, кейін қосып қалсам, вообще дауыс жоқ қой. Мына светі жанып тұрса, значит істеп тұр деген сөз да. Кейде зарядкасы отырып қалады, байқамай қалам. Сондықтан намаздың құндылығын түсіну үшін Аллах Тағала бізге осы немді берген шығар. Әйел адамдарға әсіресе, өйткені әйел адамдар біз күнәға көп атамыз негізінде. Өзіміз мойындайықшы. Маған да көп әйелдер жазады ғой. Күйеуіне айтпай, күйеуінің атынан кредит алған ғой. Күйеу білмейді, бірақ жұмысқа барып келіп жүр, оны удостоверениесін бар. Жаңағы не арқылы ала береді ғой қазір, интернет арқылы. Бірақ күйеуіне айтқандай кейін. Мен айтам, айтқаныңызға рахмет, не деді? Өзің төле деп айтты. Конечно, ол ренжуге хақысы бар ғой. Сол үшін күйеуіне айтпай, ондай секретиктерді қойыңыздар, әйелдер. Айтыңыздар. Қорқпаңыздар, маған күніге жазады, не істеймін? Менде де сондай проблема. Күйеуімнен айтпадым, қарызға кіріп кеттім, үйтім. Аллам сақтасын. Қорқыңыздар Алладан. Алладан қорқан болсаңыздар, сіздер айтасыздар. Қандай шындық болса да, күйдіріп, түсіріп, өлтіріп жіберетін шындық болса да айтыңыздар. Зато свободно жүресіздер да. Бір бас, екі бас. Екеулеп решат етесіздер. Көп маған жаңа әйелдер жазады ғой. Күйеуіме қорқып жүргенем, айтқан едім сол немді. И күйеуім ұрысқан да жоқ маған. Бірге төлейміз, неге маған айтпайсың? Бірге решат етеміз ғой, біз семьямыз ғой деп айтты дейді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан өтіріктің арты бір тұтам дейді ғой. Өтіріктің үстін өтірікпен жаба бересің. Қияметке дейін жаба бересің сен оны. Бір шындықпен айтатын болсаң, сол өтіріктің бәрі сол жерде жабылады. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан ғой. Бір нәрселердің мынаны істеуге бола ма? Болады. Мынаны істеуге нәрсе болады. Бір нәрсе болмайды деген категорически. Не ол? Өтірік сөйлеуге болмайды. Вообще болмайды деген. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи соны қайта айтты. Сол үшін тем более Аллах Тағала бізге күйеуімізді берді. Қандай адам болса да дәрежесі, қандай адам болса да ол күйеуіміздің дәрежесі ислам бойынша Алланың алдында жоғары. А сыйлау тұрғыда біздіңкі бірінші орын. Сондықтан қандай болса да сіз шындықты айтуыңыз керек. Күйеуіңізден ешнәрсені жасырмаңыз. Бірақ тағы айтып кететінім, осы айлық қонақ келген кезінде истихфар, салауат, зікірді айта береміз. Бірақ бәрібір намазы жетпейді. Маған әйелдер жазады, осындай болып қалды менде. Тағы қандай құлшылық бар істейді. Истихфар, салауат. Сонда намаздың несін үйреніп қалады да, құлшылық жасай беріп. Сөйтеді да жаңа мені сұрайды ғой, истихфар, салауат айтып жүреді. Үзбей, тоқтамай. Ризамын да сол әйелдерге. Уже жүректеріне иман кірген деген сөз. Енді осы видеомен намаздың құндылығын, кереметтілігін түсінген боларсыздар. Намазсыз біз ешкім емеспіз. Бізді намаз адам қылады. Тура жолға түсіретін, иншалла, Алланың қалауымен бізге намаз берілген. Сондықтан намаздың құндылығын түсініңіздер. Міндетті түрде каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, астына инстаграмды қойып кетемін. Ссылкасын сол жерге қойсаңыздар болады. Инстаграмда менде профильде WhatsApp ссылка тұр.
соған басып қалсаңыздар, маған прямой WhatsApp-қа шығасыздар. Сол жерде сұрақтарыңызды қойыңыздар апаларыммен. Өйткені маған сұрақтарын қоя алмай жүрген апаларым көп екен. Осы видеоны таратыңыздар. Иншалла еліміз тыныш, аман есен